Ассалаумағалейкум кәрім Қазақстан оқырмандары, Алла тағала сіздерге разы болсын. Күндеріңіз салауатпен және сауапқа толы болсын. Салауатқа қатысып жатқан мынау кәрім Қазақстан оқырмандарына бір ғибратты болсын, бір мотивация болсын деп бір кішігірім пайғамбарымыздың өмірбаянынан салауатқа қатысты бір оқиға айтып берсеңіз әбеке. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытында мынандай бір керемет оқиға болады. Бір яхуди кісі мұсылман кісіге түйемді ұрладың деп жала жабады. Бірақ себебінен пайғамбарымыз сол яхудидің еншісіне үкім қылып береді. Бірақ бұл мұсылман кісі Аллах тағаладан жәрдем тілейді. Жәрдемі себебінен түйеге тіл бітірді дейді. Енді қысқартып айтайын хадисті. Сонда түйе өзінің егесі жаңағы мұсылман жігіт екенін айтты дейді. Одан кейін пайғамбарымыз бұл нәрсенің себебін сұраған уақытта, енді қазір адамдар ойлауы мүмкін 1000 салауат, 3000 салауат деген сияқты біз де сол нәрсені күтеміз. Сонда сахабаның айтқан сөзі: "Я Расулулла, менің дұғамның қабыл болғандығының себебі мен күніге жатар алдын 10 салауат айтпастан ұйықтамайтынмын" дейді. Сонда 10 салауат ол сахабаны сол жерде жазаға кесілуден және оның ұрлық қылғандығы себепті білегінен қолының шабуылына сақтады дейді. Сонда пайғамбарымыз айтты дейді: "Ей, мына салауат сені бұл дүниеде қолыңды кесуден сақтаған болса, ертең қияметте сені тозақтан сақтайды" деп бүкіл адамдарға бұл